Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер, Гүлмира абылаң қызы. Балалар, біз қазір сендермен топшамен ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастаймыз. Іс-әрекетімізді бастамас бұрын балалар дауысы қағымен жұмыс істей алайық. Кәнеке бәріміз бірге алақанымызды ашамыз, күлімсіреп. Бірге дауыстарын шығарыңдар. Айжан айтшы. Жарайсыздар балалар. Кәнеке аяғымызды кішкене ашамыз. Ішімізге ауаны толтырып, тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Кәнеке. Ішіміз үлкен болады, сосын кішірейеді. Кәнеке. Сорыңдар ауаны мұрынмен, енді ауызбен шығарамыз. Жарайды. 6 рет ауаны сорып, 1 рет мұрынмен шығарамыз. Кәнеке. Тағы да. Жарайсыңдар балалар. Енді ішіміз үлкен боламызды, дауысты дыбыстарды ұзақ әндетеміз. Айжан, жұмыс істейік. Кәнеке қолымызды қой. Кәнеке үлкейтеміз. Дауысты дыбыстарды әндетеміз. Айжан, бір жерің ауырып тұр ма? Неге сөйлемей қалдың? Кәнеке, енді 1 рет тынысымызды алып аламыз. Бірден де шығарамыз. Ха! Молодцы, тағы да. Ха! Жарайсыңдар балалар. Ал. Отырады Айжан. Отырады Санжар. Отырады Әбілқайыр. Балалар айтыңдаршы, кім бірінші отырды? Айжан. Толық айтамыз. Айжан бірінші отырды. Екінші кім отырды? Санжар екінші отырды. Ал соңғы кім отырды? Мен. Әбілқайыр. Кәнеке аяғымызды қосайық, қолымыз тізеде. Ал балалар, қазір біз сендермен әдемі сөйлеу үшін тілімізбен жаттығулар жасалды. Аузымызды кең ашайық. Қатты Айжан бар қолыңда. Тілдің тұмсығы. Бақа. Сағаттың тілі. Тіл жоғары. Төмен. Жоғары. Төмен. Жіңішке. Жалпақ. Жіңішке. Жалпақ. Жарайсыңдар. Ат шабады. Айжан атты тоқтатайық. Тіл демалсын. Жарайсыңдар. Айтыңдаршы балалар, не істедік? Тілімізге жаттығу жасады. Кәнеке тілімізді, қолымызды тізеге қояйық. Санжарик, кәнеке әп-беген болдырайық. Ал балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы күз, дархан, мезгіл. Балалар, қазір қандай жыл мезгілі? Күз мезгілі. Толық айтайық. Айжан айтшы, қандай мезгіл? Қазір күз мезгілі. Санжар қайталайғы. Күз мезгілі. Ал балалар, күзде неше ай бар еді? 3 ай бар. Жарайсың Әбілқайыр. Бірінші ай қалай аталады? Қыркүйек. Қайтала Санжар. Қазан. Қараша. Айжан қайталашы. Қыркүйек. Қазан. Қараша. Ал қазір қандай ай? Қараша. Айта ғой Санжарик. Айта қазір қараша айы. Балалар, қараша күздің нешінші айы?
Қараша Қараша. күздің Күздің. соңғы айы. Соңғы айы. Үшінші айы немесе соңғы айы деп айтамыз. Ал кәнеки балалар, күз туралы біз қазір сендермен күзде не болады ойынын ойнап жүрейік. Кәнеки допты қағып аламыз да, Айжан қарамаған. Күзде не болады айтамыз. Санжар қағып ала ғой. Күзде не болады? Қаптай, күзде Күзде. күн Күн. суытады. Суытады. Әбілқайыр. Күзде жемістер өседі. Айжан, айта ғой. Күзде Күзде адамдар адамдар қалай киінеді? жылы Киінеді. киінеді. Жарайсың, әкеле бол. Мінеки балалар, күзде адамдар жылы киінеді екен. Тағы да айтайықшы балалар, мінеки, күз мезгілінде күн суытады. Күн суытады. Жануарлар қысқа дайындалады. Жануарлар қысқадан Мынау не? құстар жылы жаққа кетеді. Ұшып кетеді. кетеді. Жақсы. Ал сосын тағы да не болады екен күзде? Жаңбыр жиі жауады. Сосын Запарақтар сарғаяды. нелер піседі? Бидай, дұрыс айтасың. Сосын жемістер мен көкөністер піседі. Жақсы балалар. Ал енді келесі жұмысымызға кіріспес бұрын біз сендермен ұсақ-саусақ моторикамызды дамытып алайық. Кәнеки балалар келіп бір-бірден ала қойыңдаршы. Бұл не? Бұл не? Асық, дұрыс айтасың. Біреу ала қой жаным. Отыра қой. Ал асықты былай ұстаймыз қолымызға. Кәне, бірге маған қарап, Әбілқайыр. Асықты мен аламын. Алақанға саламын. Алақанда домалатып. Саусақтарды сызамын. Сызамыз екі қолында саусақтарын. Кәнеке, бас бармақ, сұқ саусақ, ортаңғы саусақ, аты жоқ саусақ және шынашақ. Саусақтарды басамын. Басамын. Басында шықырына екінші қолға ауыстырып басамыз саусақты. Басамын. Ал асықпен ойнап болған соң орнына мен жинаймын. Сала қойыңдар балалар. Жарайсың. Не істедік балалар? Айтыңдар. Асықпен жаттығу жасадық. Жаттығу жасадық. Ал балалар, кәнеки әп-әдемі отырыңдаршы. Көңіл күйлерің қандай? Жақсы ма? Ары қарай жұмыс істейміз бе? Жұмыс істейміз, Қазір біз балалар мына жердегі жемістер мен көкөністерді додатаэдрдің көмегімен атап шығамыз. Кәнеки, Айжан келе ғой. Лақтыр. Не түсті? Банан. Ала ғой. Ал банан қандай? Дәмі қандай? Дәмді. Түсі қандай? Сары. Отыра ғой. Қайда өседі банан? Ағашта өседі. Отыра ғой. Санжар. Санжар келсін, Санжар отыр. Ой, молодец. Мынау не екен, ал айта ғой. Алмұрт. Атай ғой. Бұл алмұрт. Түсі қандай? Жасыл. Дәмі қандай? Тәтті. Қайда өседі? Ағашта. Жеміс пе, көкөніс пе? Жеміс. Жарайсың.
Aydan laqtırıp ko'rshi tag'i bir. Tag'i da laqtırıpmiz. Tak. Tag'i da unutdi, tag'i laqtır. Жүзім. Ал. Мен атап қойдым я. Айта ғой, бұл не? Дұрыстап айт. Жүзім. Жүзім. Ал, ол қайда өседі? Ағашта өседі. Түсі қандай? Күлгін. Дәмі қандай? Жарайсың. Айжан нені ұстады? Не туралы айтты? Банан. Ал Санжар не туралы айтты? Алмұрт. Ал Әбілқайыр не туралы айтты? Жүзім. Әбілқайыр келе ғой. Ал не екен? Қара. Қара, Әбілқайыр. Қара. Не? Сәбіз. Көрсет балаларға. Бұл не? Сәбіз. Айт, бұл сәбіз. Түсі қандай? Қызыл сары. Пішіні? Дәмі қандай? Дәмді. Дұрыстап айтты. Дәмді. Сала қой орнына. Санжар келе ғой. Ал. Бұл не? Пияз. Қайда пияз? Тауып ал. Жоқ. Кәнеке балалар, кім көмектеседі пиязды тауып беруге? Көмектесе ғой. Ал, көрсете ғой Санжар балаларға. Бұл пияз. Қайтала. Бұл Санжар қайталайды. Қайтала. Бұл пияз. Дәмі қандай? Ащы. Айжан келе ғой. Астарымыз. Ай, молодец. Не түсті? Қара. Тәтті бұрыш. Тәтті бұрыш. Дұрыс айтасың. Көрсете ғой балаларға. Айта ғой балаларға көрсет. Бұл. Айта ғой не? Тәтті бұрыш. Тәтті бұрыш. Түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Қайда өседі екен? Жерде өседі. Ал балалар айтыңдар. Айжан нені алды? Отыра ғой. Айжан нені алды? Толық айтамыз. Айжан тәтті бұрышты алды. Ал Санжар нені алды? Пияз. Толық айтамыз. Санжар пияз алды. Ал Әбілқайыр не алды? Әбілқайыр сәбіз алды. Қайталайық. Сәбіз, пияз, тәтті бұрыш. Ал бұлар нелер балалар бір сөзбен? Көкөністер. Кәне қайталаш Айжан. Көкөністер. Санжар қайталайға. Көкөністер. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, біз сендермен қазір аздап демалып алайық. Қазір мен сендерге аспапта дыбыс шығарамын. Сендер сол аспаптың қандай қимыл жасау керек екенін көрсетесіңдер. Ал. Етектерді дұрыс. Қараңдар. Аяғымызды алып тұрамыз. Ал енді не істейміз балалар? Кәне. Айжан бері қарай тұр. Орынды қақлап кестер. Ал. Мына жақтан Санжар. Айжан секіре ғой. Айжан секіре ғой. Al енді
аспаптар екен, иә? Мынау не? Қоңырау. Жарайсыңдар балалар. Енді біз келесі тапсырма нейрожаттығулардың көмегімен екі қораптағы жемістер мен көкөністердің орнын ауыстыру ойынын ойнаймыз. Кәнеки, кім бірінші келгісі келеді маған? Келе ғой, Әбілқайыр. Кәне, екі қолмен екі қораптағы жеміс пен көкөністерді ауыстырасың. Бірақ аттамын. Екі қораптағы, мына мен мұн жақтан аласың. Айт. Қызылша. Апельсин. Тағы да. Сызым. Қатты. Асқабақ. Зызым. Жызым. Зызым. Қияр. Банан. Қияр. Банан. Тағы. Картоп. Апельсин. Апельсин. Картоп. Тағы да. Не алған жоқсың? Сәбіз. Алмұрт. Сәбіз. Жарайсың. Отыра ғой. Кәнеки, Әбілқайырға қоса қойшы. Әбілқайыр өте жақсы жұмыс істеді. Санжар келе ғой. Жүзім. Жүзім емес ол. Жүгері. Жүгері. Апельсин. Жүгері. Асқабақ. Зызым. Асқабақ. Зызым. Жарайсың. Сәбіз. Апельсин. Ауыстыр. Сәбіз. Апельсин. Қатты айтып дауысын естілмей ғой. Армут. Баптырбыз. Армут. Тағы да. Картоп. Баклажан. Картоп. Баклажан. Тағы. Алма. Жүзім. Жарайсың. Кәнеки қоса бар Санжарға. Келе қояйшы. Қаттырақ айтет, дауысын шығар. Жүзім. Сәбіз. Сәбіз. Жүзім. Тағы. Асқабақ. 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 Картоп. Асқабақ. 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 Тағы. Мына болды. Бұл жақтың алшы. Қызанақ. Қызанақ. Апельсин. Тағы. Банан. Пияз. Sarımsak. Sarımsak. Tағы біреу ала ғой. Тағы біреу ала ғой. Баклажан. Алмұрт. Жарайсың. Отыра ғой. Ал жарайсыңдар балалар. Сендер нейрожаттығуларды пайдаланып, жемістер мен көкөністерді қораптан қорапқа жақсы ауыстырдыңдар. Ал енді балалар, біз алдымыздағы суретке назар аударайықшы. Мына суретке қараңдаршы. Қандай жыл мезгілі екен? Күз мезгілі. Ал енді осы сурет бойынша біз қазір сендермен әңгіме құрастырайық. Кәнеки, кімді көріп тұрсыңдар? Айжан. Кімді? Қыз ба, ұл ма? Қыз бала. Айтыңдар. Қыз бала. Ал кәнеки, есімін берейікші қыз балаға. Кім болсын? Айжан болсын, е? Айжан. Кәнеки, әпеден қолымызды қояйық. Айжан. Айжан қайда шықты? Қалай шықты Айжан? Айжан қалай киінді? Жылы киініп далаға шықты. Қайталай қойшы Айжан. Айжан айта ғой. Айжан жылы киініп далаға шықты. Сол кезде ауа райы қандай болып кетті? Не жауды? Жаңбыр жауып кетті. Санжар айта ғой. Жаңбыр жауды. Айжан не ашты? Қолшатыр. Дұрыс айтасың. Айжан қолшатырын алды. Ал Айжан не істейді? Ayran yanında Жаңбырдың астында
кенекене қол шатырмен серуендейді, иә? Ал кәнеке балалар, бұл сурет бойынша сендер әңгіме құрастырдыңдар, сөйлемдер құрастырдыңдар, иә? Сөйлемдер құрастырдыңдар. Қараңдар. Күз мезгілі. Күз мезгілі. Жылы киініп, Айжан далаға шықты. Айжан далаға шықты. Жылы киініп, Айжан далаға шықты. далаға шықты. Сол кезде жаңбыр жауды. Айжан қол шатырын ашты. Айжан қол шатырын ашты. Жақсы. Енді балалар суретке мұқият қарап алыңдаршы. Кәнеке, мұқият қараймыз. Айжан, қазір мен суретті жабамын. Сендерге сұрақтар қоямын. Дайынсыңдар ма? Иә. Жақсы. Ал, нешеу бала далада қыдырып жүр? Біреу. Қыз бала ма, ұл бала ма? Қыз бала. Ал, ауа райы қандай болды? Бірге бәріміз жауап береміз, қолымызды қояйық. Ауа райы қандай болды? Не жауып тұрды далада? Жаңбыр жауып тұрды. Айжанның қол шатырының түсі қандай болды? Қызыл. Айжанның қол шатыры қызыл болды. Ал Айжанның, Санжар, пальтосының түсі қандай болды? Пальтосы қандай болды? Сары болды. Қайталай қой, Санжар. Айжанның пальтосы сары болды. Ал қараңдаршы балалар, неше ағаш өсіп тұрды? Бір ағаш өсіп тұрды. Неше жапырақ ұшып бара жатты? Бір жапырақ ұшып бара жатты. Дұрыс айтасыңдар. Айжанның етігі қандай түсті болды? Күлгін. Айжанның етігі күлгін түсті болды. Ал жерде нелер болды? Шалшық болды, шалшықтар болды. Ал кәнеке өзімізді тексерейік. Сендер дұрыс айттыңдар, бір жапырақ ұшып баратыр екен, неше ағаш бар екен? Бір ағаш бар екен. Айжанның қол шатырының түсі қандай болды? Қызыл болды. Пальтосының түсі қандай болды? Сары. Етігінің түсі? Күлгін. Жерде шалшықтар болды, шалшықтар болды. Қараңдар, бұл қандай жыл мезгілі болды? Күз мезгілі. Мінеке балалар, біз бүгін сендерге күз мезгілі туралы әңгімелеп отырмыз. Кәнеке балалар, қазір біз сендермен тағы бір ойын ойнаймыз. Ол ойынымыздың аты бір және көп. Келе ғой Айжан маған. Кәне ойынды бастайтын Айжан. Жылдам келеміз. Кәнеке, қай тәрелкедегі заттың аты? Айтаға, бұл не? Көрсет балаларға. Сәбіз. Ал мұндан соның көп шатырын тауып алайықшы. Қайсысы? Ал көрсете ғой балаларға, мынау сәбіз. Мұнда көмектесеміз балалар. Сәбіздер. Жақсы отыра ғой, мұнда сал сәбіздер. Келе ғой, Әбілқайыр. Ыдысымен ал. Кел. Көрсет балаларға. Алма. Ал көп шетірін тауып аласың. Тұра ғой. Балаларға көрсет. Балаларға бұрыл. Айт, мынау. Мұнда. Алмалар. Осымен бүгінгі іс-әрекетімізді аяқтаймыз. Іс-әрекетімізде бүгін қандай тақырыпты сөйледік? Күз тақырыбында, сосын нелер туралы айттық? Жемістер, көкөністер. Айжан, жемістер мен көкөністер туралы айттық, қандай ойындар ойнадық? Бір және көп. Сосын тілімізбен жаттығу істедік, сосын не істедіңдер? Секірдік. Жарайсыңдар балалар, бәріңдер жақсы жұмыс істедіңдер. Ал кәнеке, сабақты қорыта келіп, бір-бірімізге мадақтау сөз айтайықшы кәнеке. Қандай сандар? Мықты. Кәне бірге айтамыз. Мықты. Қапты. Санжар. Ир. Қандай Әбілқайыр? Ақылдың
жарайсыңдар балалар. Бәріңдер бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетінде жақсы жұмыс істедіңдер. Көп рахмет сендерге. Сау болыңдар.